Сәлем достар, сіздермен өте тәмді маршмеллоу қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майды үккіштен өткізіп араластырамыз. Қосыстқышпен қант салып, тағы да араластырып, 2 жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды арнайы формаға жайып шығып, көтеріліп кетпес үшін үстін шанышқымен тесіп, 180 градус қызып тұрған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Пештен алып шығып, үстіне үзгішөнка жағамыз. Енді банан керек болады. Бананымызды турап, дәл видеодағыдай тізіп шығамыз. Енді бізге керегі маршмеллоуымызды дәл видеодағыдай бәлішіміздің үстіне түзіп шығып, қызып тұрған пеште 2-3 минут маршмеллоу ерігенше пісіріп аламыз. Осымен біздің бәлішіміз дайын. Ас болсын!